Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Мінекей бүгін осындай өте әдемі 4 бұрышты өрнекпен мойынға тағатын бөкебайдың қалай тоқылатындығын сіздерге көрсететін боламын. Мына жерде шашағында қалай жасағанымды сіздерге көрсетемін. 2 түсті жіппен жұмыс жасайтын боламыз. Мінекей осындай өте ұзын. Бұл бөкебайдың ені 26 сантиметр, ал енді ұзындығы 2,5 метр қыздар. 250 сантиметр. Өздеріңізге ұнайтын 2 түсті жіпті таңдап алып, осылай тоқсаңыздар болады. Өте әдемі. Менде бұл жерде Alize Lana Gold Classic жібінен тоқылды. Бұл бөкебайға маған барлығы 4 жіп кетті. Бір Alize Lana Gold Classic жібі 1200 теңгеден сатып алынды. Бұндай әдемі ұзын бөкебайларды көбінесе қыздар сәндік аксессуар ретінде және басы тоңбау үшін, жылулық сыйлауы үшін осындай мойнына тағып жүреді. Шеберлік сабақты қарап отырсаңыз, міндетті түрде лүпіл басып, өзіңіздің кері байланыс ретінде пікіріңізді қалдыра кетсеңіз, немесе кез келген смайликті қалдырсаңыз да өте қуанышты боламын. Арнаға жазылмай шеберлік сабақтарды қарап жүрген болсаңыз, міндетті түрде жазылып алып қараңыз. 4-5 ілмек бізбен тоқылды. Мінекей өте әдемі, сіздерге жақыннан көрсетейін. Сіздерде осылай өте бір келкі әдемі қылып 2 түсті жіппен жұмыс жасай алатын боласыздар. Қыздар, біз сіздермен бірге өзімізге қажетті ілмек санын теріп аламыз. Сіздерде ол 30 болуы мүмкін, 40 болуы мүмкін, 20 болуы мүмкін. Мен сіздерге қазір 15 ілмектен көрсететін боламын қалай тоққанымды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Бізде 15 ілмек толық тоқылу үшін осы жерден 1, 2 ілмекті көтеріп аламыз. Енді орам. Мен қыздар көбінесе шеберлік сабақтардың барлығында орам деп айтамын. Осы негізі кейбір оқулықтарда шалма деп те айтылады екен. Бәрібір өзіміздің қазақ тілдің сөзі, сондықтан сіздерге бір қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Мінекей ораммен ілмегімізді бір тоқып аламыз. Келесі екі ілмекті бір тоқимыз. Бір орамды баған ғой сонда. Осылай бағандар тоқимыз. Біреу, екеу, орам, ілмек алдық. Орам мен ілмек бір тоқылады, соңындағы екі ілмек тағы да тоқылады. Бір орамды баған қыздар неке. Үшеу тоқылды, тағы да орам, бір ілмек, орам мен екеуі бір тоқылады, одан кейінгі екі ілмек тағы бір тоқылады. Төртеу болды. Енді қыздар біз осы жерде 5-ші бағанымызда неге орам мен алғашқы ілмегімізді бір тоқып аламыз да осы жерде тоқтаймыз. Келесі біздің жібімізді осы жерде қосып ауыстырамыз. Сіздерде ол жіптің түсі де әртүрлі болуы мүмкін, жіптің аты да өзгеше болуы мүмкін. Қыздар, онда тұрған түкте жоқ. Бастысы бұл тоқылу техникасын мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Және ілмектің саны да сіздерде әртүрлі болуы мүмкін, Неге осы жерде осылай өткіземіз. Мінекей толықты. Бізде 5-ші бағанымыз осылай толықты. Енді мына жердегі тоқитын жібімізбен мына артық жіпті екеуін ортасына қойып отырып тоқып кетуге болады, білдіртпей. Өте ұқыпты орындау керек. Жалғастырамыз қыздар, тағы да орам. Енді қыздар 5 бағанды осы ашық қызғыл түсті жіппен тоқитын боламыз. Мінекей орам. Келесі орнымыздан бір ілмек, мінекей. Ілмекпен бағанды бір тоқып аламыз. 2 ілмек бір тоқылады. Тоқи алатын қыздар, сіздер бұл шеберлік сабақ сіздерге арналмаған, енді тоқып үйреніп жүрген қыздар үшін. Мінекей бір орам, келесі орнымыздан мінекей тоқып аламыз ілмегімізді. Ілмекпен орам бір тоқылады.
2 ілмек соңынан тағы да тоқылады. Бір орамда 2 баған тоқылды, мінекей 1 баған, 2 баған. Тағы да жалғастырамыз. Әрбір ілмекке қыздар мінекей басында көтеріп алған 15 ілмегімізді қалдырмай әрбіріне тоқимыз. Ораммен ілмек. 2 ілмек соңынан. 3-ші баған тоқылды. Осылай жалғастырамыз. Қазір осы 5 бағанды тоқып болғаннан кейін келесі жасыл түсті жібімізге ауысатын боламыз. Мінекей 4 баған тоқылды. Орам. Мінекей енді осы жерде міне алғашқы ілмекпен орамды тоқып аламыз да, соңғы 2 ілмекте біз жіпті ауыстырған кезде барлық жерде тоқу әдісі де осындай болады қыздар. Соңғы 2 ілмекті тоқымай қалдырасыздар да, келесі жіппен толықтырасыздар. Сонда баған бізде мінекей әдемі болып біркелкі болады. Түсінікті ғой, енді соңғы қалған 5 бағанымызды тоқимыз. Енді бізде қараңыздар, бұл жерде жіпті осы жерде қалдырып кетеміз. Өйткені біз мына жаққа жасыл жіппен толықтырып бағандарды тоқимыз. Одан қайтадан келесі жасыл жіппен тоқып келіп, осы жерден біз қызғылт түсті жіппен тоқитын боламыз. Оғанға дейін осылай осы жерде жібіміз өзіміз жаққа қалдырып кетеміз. Енді жалғастырамыз. 1 орам, келесі орнымыздан тоқимыз. Орам мен ілмек 1 тоқылады, соңындағы 2 ілмек. 1 орам, орам мен ілмек 1 тоқылады, соңындағы 2 ілмек. Келесі 3-ші бағанымыз тоқимыз. Оңай, қыздар. Мінекей осылай жалғастырамыз. Сіз мүлдем тоқып көрмегенсіз, бірақ осы шеберлік сабақты қарап қалған болсаңыз, менде 0-ден бастап үйрету деген әрбір осы ілмек бізбен бірнеше тоқу техникасын көрсеткен шеберлік сабақ бар, енді бастап тоқитындар үшін. Сол шеберлік сабақты қарасаңыз, сіз бұл шеберлік сабақты оңай тоқи алатын боласыз. Жалғастырамыз, қыздар. Орам, орам мен ілмек 1 тоқылады, соңындағы 2 ілмек. 5-ші бағанымыз болады бұл жерде. Келесі біз қатарға өтуіміз үшін 1, 2 ілмек, кейбір кезде 3 ілмекте көтеріп жатады, маған 2 ілмек көтерген жеткілікті болады шетінен. Мінекей қыздар. Енді осымен 2-ші қатарын тоқитын боламыз. Мінекей мына жердегі артын шығып тұрған жіпті артынан әдемілеп қайшымен қиып тастауға болады. Ол тарқатылып кетпейді, өйткені біз бұл жерде мықтап арасына қалдырып тоқып кеттік, білінбейді деп. Мен мойын орағышты деп аударған кезде бір қыз олай аударған дұрыс емес деп, бөке бай деп айтқан болатын. Осындай шахмат өрнегімен әдемі бөке байымызды мен осылай тоқыдым. Соны осы жерге кішкентай шеберлік сабақ қылып салып қояйын. Мүмкін тоқып үйренгісі келетіндер болса, осылай менімен бірге тоқи аласыздар. Тағы да орам, ең түпкі орыннан 1 орамды бағандарымызды осылай тоқып шығамыз. 5, 2, 3, 4, 5. Мінекей қыздар, біз бұл жерде жіп ауыстырамыз. Жіп ауыстырған кезде мінекей 2 ілмегімізді осы жерде тоқымай қалдырамыз да. Енді мінекей қараңыздар. Жіпті келесі ауыстыратын жіппен толықтырамыз. Енді жасыл жіпті біз осы бағандардың арасына қалдырмай бірге алып тоқуымыз керек, өйткені мына жақ шетінде біз жіпті ауыстыратымыз, сондықтан бұны қалдырмаймыз. Тағы да орам, келесі орыннан 1 орамды баған тоқылды. Тағы да 1 орам. Мінекей мына жасыл жібіміз арасында тұр, қалдырмайсыздар міне. Орам мен ілмек 1 тоқылады, келесі 2 ілмек 1 тоқылады. 1 орамды бағанымызды тоқып шығамыз. 5-ші бағанда біз келесі жіпке ауыстырамыз. Мінекей соңғы бағанымыз біз осы қызғылт түсті жіптен. Ол кезде біз не істейміз? 1 ораммен 1 ілмекті ғана тоқимыз, келесі 2 ілмекті жасыл түсті жіппен толықтырамыз. Мінекей қараңыздар, бағанымыз сонда өте әдемі
біркелкі болып орындалады. Қараңыздар, енді біз бағана бірінші қатарында осы жерден тоқимыз деп мына қызғылт түсті жіпті осылай қалдырып кеткенбіз. Енді қалдырмаймыз. Өйткені біз келесі мен осылай тоқыдым қыздар. Енді сіздер мына жердегі ілмектердің санын, мысалы, мен бұл жерде 5 ғана қылып алдым ғой. Оны сіздер 10 қылып алсаңыздар, онда әрине қатар саны да 4-5 қатар тоқисыздар. Ол төрт бұрышының көлемін мына жердегі ілмекті сандарын арттыру арқылы өзгертуге болады. Мен өзім тура Бөкебайды қалай тоқыдым, тура осы жерде соны көрсетіп жатырмын үлгі ретінде. Енді қыздар, мен келесі осы қатарды аяқтағаннан кейін келесі менде тура осылай 2 қатар бастап қызғылт түсті жіптен тоқылу керек. Сондықтан бұл жіпті тастамай мен осылай бағандардың ортасына салып отырып тоқимын. Ораммен ілмек, 2 ілмек соңындағы. Осылай 5 бағанды тоқып шығамын. Үшінші баған, төртінші баған, бесінші баған. Біз алдыңғы ісіміз сияқты 1-2 ілмек тоқылды, ораммен ілмек тоқылды. Енді біз соңынан тоқитын жібімізбен толықтырамыз. Енді осы жерде 1-2 ілмек көтереміз біз келесі қатарды тоқуымыз үшін. Енді бұл жердегі біз жібімізді және қосымша ала кету керекпіз, өйткені мына жерде ауысады. Бұл жерде алдыңғы 2 қатарда қызғылт түсті жіппен тоқылған болса, енді жасыл түспен тоқылатын болады. Сондықтан жасыл түсті жіпті қалдырмаймыз, бағандардың арасына салып отырып тоқимыз. Мінекей 1 орам. Мына жердегі жіпті мінекей осылай арасына қоямыз. Ең түпкі орыннан ілмегімізді алып, ілмек пен орам 1 тоқылады, соңғы 2 ілмек 1 тоқылады. Міне бірінші баған тоқылды. Ақырындап арасындағы жіпті тартыңқырап отырыңыз. Қатты бүрістіріп тартып тастауға да болмайды қыздар. Еркін созылатындай және де өте артық бүйтіп шығып тұратындай да қалып қалмау керек. Барлығы еппен әдемі орындалу керек. Мінекей 1 орам, келесі 2-ші бағанымызды тоқимыз. 1 орамды бағандармен мінекей 5 тоқимыз осы жерден. 5-шісінде біз жібімізді мінекей осы жерде өзгертеміз. Ілмекпен орам тоқылды, соңғы 2 ілмекке біз жасыл жіппен толықтырып тоқимыз бұл бағанымызды. Тағы да біз қызғылт түсті жіпті бағандардың арасына салып отырып тоқимыз, өйткені мына жақта тағы да тоқылуы қажет. Осылай қыздар, мінекей алма-кезек ауыстырып тоқи береміз. 1 орамды баған, 2-ші бағанымыз, 3-ші бағанымыз, 4-ші бағанымыз. Мінекей 5-ші бағанда 2 ілмекті 1 тоқып аламыз да, соңғы 2 ілмекті келесі тоқитын жібімізбен толықтырамыз. Түсінікті ғой, Енді біз жасыл түсті жібімізді осы жерге қалдырып қоямыз. Өйткені мінекей қалдырып қоямыз. Өзіміз мінекей қызғылт түсті жіппен бұлай тоқып барамыз да, келесі 2 ілмекті көтеріп қайтадан қайтып келеміз осы жерге. Сондықтан бұл жасыл түсті жіп осы жерде қалады. Жалғастырамыз. 1 орамды бағандарымызды 5 тоқимыз. Үшеу, төртеу, бесеу. Келесі қатарға өту үшін 1-2 ілмек. Енді біз келесі қатарымызды тоқимыз. 2-2 қатардан осылай тоқып отырмыз. Ең алғашқы түпкі орыннан 1 орам баған тоқылды. 2-ші баған тоқылды. 3-ші баған тоқылды. 4-ші баған тоқылды. Мінекей 5-ші бағанымызда біз жібіміздің түсін ауыстырамыз, Сондықтан алғашқы ілмекпен орамды 1 тоқып аламыз. Келесі біз жасыл жіппен толықтырамыз осы бағанды. Енді мына жақтағы
келесі екінші қатар осы қызғылт түсті жіппен тоқылады, сондықтан оны қалдырмай осылай бағандардың арасына салып отырып тоқимыз. 5 баған тоқимыз осылай. Алғаш тоқыған болсаңыз, дұрыс қисық біркелкі болмай жатуы мүмкін қыздар, оған болай ешқандай көңіл күйлеріңіз түсірмеңіздер. Мінекей қандай әдемі болып орындалды. Оның барлығы қыздар мына арасында қалдыратын жіптерді кейде бос қалдырсаңыз, мына жерден шығып әдемі емес көрініп тұрады. Ал тартып қалдырсаңыз, қатты тартып тастасаңыз, онда бүрісіп қалады. Мына жердегі төртбұрышты өрнектердің біркелкі болып, еркін созылып қозғалуына кедергісін тигізеді де қисық болып көрінеді қыздар. Сондықтан барлығын еппен істеу керек. Бірталай уақыт қажет етеді ептілік деген, иә. Бір тоқыған кезде дұрыс шықпай жатса, онда ешқандай көңіл күйіңіз түсірмеңіз. Тура осылай қайталасаңыздар, қыздар, мінекей мына жерде жасыл жіпті енді алып кетіп, арасындағы бағандардың ортасына қалдырып отырып тоқу керек. Өйткені осы екінші қатар тоққан сайын мен жіптің түсін орындарын ауыстырып отырамын. Кезек. Сондықтан мінекей мына жерде енді қайталана береді. Ары қарай ешқандай көрсетудің қажеті жоқ. Осы техниканы сақтап отырып тоқсаңыз болды. Ұзындығын, енін, барлығын мен сіздерге бағана өзім тоқыған бөкебайдан көрсеттім. Сондықтан енді сіз өзіңіз қалаған ұзындықта тоқи аласыз, осылай алмастырып орындарын. Мінекей, бұл жерде біз жіпті ауыстырамыз. Алғашқы орам мен ілмек тоқылды. Енді екі ілмегімізді келесі жіппен толықтырамыз. Келесі қатарға өту үшін мен мына жерде екі ілмек көтеремін. Осылай жалғастырып тоқи береміз. Өте әдемі болып орындалды. Және де шетіне шашақтарды қалдыру мен алдыңғы бір тоқыған бөкебайда көрсетілген осындай шашақтарды қалай жасау керектігі туралы. Сол жерден де шеберлік сабақты қарап, осыған сондай шашақты қалдырсаңыз болады. Немесе, мен сіздерге көрсетем қазір. Неге қарасаңыздар қыздар, осындай тоқыған жібімізден біркелкі ұзындықтарын бірдей қылып, осындай жіптерді қиып аламыз. Одан кейін неге екі ұшын біріктіреміз бірдей қылып. Одан кейін қарасаңыздар, мінекей шетінде тоқылған ең шеткі ілмегі мінекей. Мына жердегі жіптердің барлығын білдіртпей арасына жасырып тастайсыздар, артық жіп болмайды. Одан кейін қарасаңыздар, мінекей осылай өткізіп аламыз да. Міне осылай тартамыз. Қараңыздар, міне. Осылай шашақтарды да осылай әдемі қылып өткізе беруге болады әрбір шетіндегі ілмектерден. Қазір тағы да біреуін көрсетейін мен. Мінекей осылай жіптерді біркелкі қиып алдық. Бұл енді оңай тұр. Енді тоқып жүрген қыздар үшін, иә, бұл енді тоқып үйренген қыздар үшін. Мінекей оқушы қыздар осы араларыңызда. Қараңыздар, осындай жібімізді екі ұшын бірдей қыламыз. Ең ортасынан ұстаймыз да. Мына жерден бүйтіп мінекей шеткі басында теріп алған 15 ілмек болды ғой менің. Соның мінекей екіншісіне, біріншісіне өткіздік, екіншісіне тура ортасынан осылай тартып өткіземіз. Енді мына жақтағы екеуінде екі жібіміз, қосақталып тұрған. Осылай тартып өткіземіз де тартамыз, біраз қатты тартыңқырап осылай. Міне сонда шетінде әдемі осындай шашақтар болады. Әрбір ілмекте осылай толықтырып шықсаңыздар болады. Бұл бөкебайды тоқып болғаннан кейін. Немесе осы қалпында шашақсыз да қалдыруға болады қыздар. Әркімнің өзіне байланысты. Мына жердегі жіптердің түсіне байланысты да шашақтарын жасауға болады, қыздар. Мына жерде жасыл түсті болып тұрса, жасыл түсті шашақ, одан кейінгі орынға қызғылт түсті шашақ, одан кейін қайтадан жасыл деген сияқты осылай. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты қыздар, барлығын өз еріктеріңізбен жасайсаңыздар болады. Мен жалпы сіздерге қалай тоқығанымды, мына жердегі жіптердің орнын қалай ауыстырдым, соны сіздерге бөлісіп көрсеттім қыздар. Енді ары қарай түрлендіріп, басқандай түрлерін тоқып жатсаңыздар, ол өз еріктеріңізде. Сонымен сіздерге бүгінгі шеберлік сабақ ұнады деген ойдамын. Келесі шеберлік сабақтарда қосылғанша сау саламатта болыңыздар. Тоқыған бұйымдарыңыз өте әдемі болып орындала берсін. Шығармашылық
табыс және шығармашылық даму тілеймін әрбіріңізге.